Сәлем достар, біз бүгін осындай тігіске қалта салудың ең оңай тәсілін көрсететін боламыз. Міне осындай болып шығады. Алдымен каналға жазылуды ұмытпаймыз, және пайдалы болса лайк басып, комментарий жазып, қолдауларыңызды күтемін. Міне осындай болып тұрады. Ал кеттік. Мен осылай обойға лекалы қылып сызып алған болатынмын. Бұл бізде 14 сантиметр. Дәл соны қазір қағазға сызып көрсететін боламын. Міне осылай 14 сантиметр сызып аласыздар. Жоғарғы жағынан 1 сантиметр. Астыңғы жағынан 1 сантиметр. Бұл тігіске кететін жер болады. Сосын сіздер енді қол болса қолдың пішінін, телефон болса телефонның пішінін, өзіңізге қаншалықты өлшемде керек, соншалықты қылып қалтаның пішінін келтіріп сызып аласыздар осылай лекалыға. Бірден матаға дәл осылай сызсаңыздар да болады. Мен сіздерге түсінікті болу үшін осылай қағазға көрсетіп жатырмын. Енді менің суретім онша әдемі болмады. Сіздер енді өздеріңіз әдемілеп сызып алыңыздар. Менікі жата дұрыс шықпады. 1 сантиметр бұл тігіске кетеді қазір. Енді қазір міне бұл бізде юбкаға қалта салайын деп жатырмыз. Осындай юбкан болса, бүткіл жағын дұрыстап, тегістеп, бірдей шығу үшін бұл маңызды. Бәрін келтіріп дұрыстап қатайтып алу керек, инемен қадап алу керек, жылжып кетпеу керек. Осылай түп-түзеу қылып жатқызып аласыздар. Бұл өте маңызды. Барлығы да осылай. Бізде міне 4 слой мата, екі жағынан түсетін қалта. Сол 4 слой матаны осылай жатқызып аламыз да. Бұл бізде юбка деп айттым. Юбка болса, міне жоғарғы жағынан 3 сантиметрді белгілеп аласыздар. Сол белгіленген 3 сантиметрден бұл бізде қалтаның 14 сантиметр болды ғой біздің жаңа қалтаға сызған сызбамыз. Сол дәл 14 сантиметрді белгілейміз. Міне осылай түсетін болады қазір. Сосын осылай насечке беріп аламыз. Бұл насечка қазір бізге жұмыс барысында көмектесетін болады. Қазір қалтаны орналастырғанда керек болады. Насечкені міндетті түрде береміз. Міне осылай. Бұлай жатқызып сызғанда жақсы болар еді, бірақ менде мата аз болып тұр. Аз болғандықтан осылай көлденең қолданып жатырмын. Осылай бастырып қиып аласыздар. Матаға сызсаңыз, сразу осылай бормен сызып қиып ала қоясыздар ғой. Тегістейміз бәрін. Бәрі ровно болу керек. Барлығы да 14 сантиметр ма, 14 сантиметр. Сол кезде бізде дәл шығады. Міне бізде 4 слой мата. 4 слой мата тігілетін, шоф түсетін жерлерінің барлығына осындай дублеримен қатайтып аламыз. Қалта салатын жерімізге де, қалтаның өзіне де дублерин деп аламыз. Енді осылай міне біз дублеринді іш жағынан жабыстырамыз ғой. Міне насечкамыз. Осылай міне қалтаның да оң жағын, юбканың да оң жағынан бетпе-бет осылай жатқызып, насечкамен дәл келтіріп, егер дәл өлшеп сызған болсаңыз, бәрі дәл 14 сантиметр болса, бұл дәл келу керек. Міне осылай қадап аламыз. Екінші жағына да қадап аламыз қазір. Міне осылай болып тұрады. Қалтаның оң жағы, юбканың оң жағы. Сол жағынан шатасып кетпеңіздер. Насечкамен дәл келтіріп, ұшын инемен қадап аламыз.
міне осылай. Мен енді лапкамның шеті 0,5 сантиметр, сол 0,5 сантиметрмен тіге беремін. 1 сантиметр қылсаңыздар да болады. 1 сантиметр болғаны жақсы. Мен енді 0,5 сантиметрмен тіге беремін осылай. 0,5, 0,7. Бас жағы мен аяқ жағына міндетті түрде закрепка береміз. Енді ішкі жағынан тігіс жүргіземіз, қалта жағынан жүргіземіз оны, ол тігісті. Бұл қалтаның ішкі жағында тұруына көмекші тігіс, сырт жағына шығып кетпей нық тұруына жәрдем береді бұл тігіс. Міне дайын болды тігісіміз осылай. Тігісті тіккенде осылай міне бүткіл ішкі тігістің барлығын міне қалта жағына қарай қайырып осылай тігіс жүргізіп шығамыз. Міне барлық жағында осылай тігіс жасап шықтық. Міне ішкі тігіс қалта жағына қарай қайырылып тұр. Енді осылай юбка болса, міне оң жағы мен оң жағын бетпе-бет жатқызамыз. Осылай дәл келтіріп, инемен қадап аламыз. Ұштарын бәрін дәл келді бізде. Осылай қадап алдық. Енді мына басынан бастап қалтаға дейін, қалтадан осылай бұрылып, осылай қалтаны да бірден бұратала тігіп шығамыз. Закрепка беруді ұмытпаймыз. Қалтаға келген кезде де закрепка береміз. Осылай айналдырып бірден тігіліп кетеді ғой, қалта да, жаны да. Осылай тігіс жүргіземіз міне. Закрепка береміз. Енді астыңғы жағына қарай. Етегіне дейін осылай тігіп шығамыз, бұратала. Міне қалтамыз дайын болды. Міне бүткіл тігісі бәрі міне жақыннан осылай көрінеді. Мына тігістің алдын кетіп, осылай бұрылып кетеміз. Бұл енді ең оңай тәсілі. Әрі жылдам орындалады. Міне оң қарағанда осылай болып тұрады. Жақсылап жатқызып, әдемілеп өтектеп аласыздар. Міне. Дайын болды. Достар, пайдалы болса, каналға жазылайық, лайк басайық. Міне ішінен осындай болып тұрады. Өте ыңғайлы, әрі өте оңай, көрінбей тігісте тұрады. Осылай, сосын соңынан айверлоктап шығасыздар, дәл осылай. Қалай тігіс жүргізіп шықтырып, айналдырып, дәл солай айверлоктан да айналдырып тігіс жүргіземіз. Міне, рахмет, менімен болғандарыңыз үшін.